Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз инсайдер бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. Міне бізде Wi-Fi адаптер қостық осы компьютерға, және сигнал бойынша жадик деп тұр, және каналдың аты 6 болып тұр. Так, тапсырма бойынша бізге каналды ауыстыру керек басқаға, сосын оны тексеру керек. 10 канал кезінде бізде 4-тен 8-ге дейін жұмыс жасап тұр, және оверлаппингтің 20-ға тең болып тұр. Енді осы кезіндегі спид тесттің нәтижесі мынандай болып тұр. Енді осыдан кейін каналды ауыстырайық. Мысалы 10-шіне ауыстырамыз. Ол үшін 10-ға қоямыз каналды, пермитті басамыз, және де интернетті перезагрузить етеміз. Осыны өшіреміз, қосамыз. Все, қосылып тұр. Енді мынаны тексерейік. Ол үшін инсайдерді қайтадан өшіріп қосамыз. Міне ауыстырған кезінде бізде канал 13-шіне ауысты. Ол 8 мен 11-дің аралығында жұмыс істеп тұр, және оверлаппинг 5-ке дейін түсті. Енді спид тест тексерейік. Оныншы каналға міне 10-шы каналға ауыстырған кездегі нәтиже осындай болып шықты. Осымен инсайдердағы жұмысымыз бітті.